Сенің істеріңді өзіңнің айналаңдағы адамдар қалай бағалайтынын ойлан. Өзіңе жағымды нәрселердің бәрі басқаларға ұнай бермейді. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Сізден өздер сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы Алла разы болса болды. Тым қатты ойға беріліп, қайғыға бата бермеңіз. Алланың берген нығметтеріне қуана біліңіз. Сонда тыныш әрі жақсы өмір сүресіз.